Сәлеметсіз балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы интерьер, экстерьердегі ландшафт элементтері. Сабағымыздың мақсаты екі мақсаттан тұрады. Біріншісі күрделі нысандардың бейнелері мен пішіндердің дизайнын жасау үшін әртүрлі салалардан білімді жинақтау. Екінші мақсатымыз ландшафт дизайнның стильдерін, заманауи бағыттары мен элементтерін анықтау және сипаттау. Сәулет нысанын бұрыннан бар кеңістікке салынады. Сондықтан ғимараттың түрі мен көлемі айналасына, көшесіне, құрылысқа, табиғатқа байланысты болады. Жаңа ғимарат сол жерге орналасып, өз пішінін тағы бір кеңістік интерьер қалыптастырады. Интерьерге жиһаз қойылып безендіріледі. Осылайша сыртқы кеңістікке сәйкес ішкі кеңістік жасалып, өзара үйлескен экстерьер мен интерьер түзеледі. Интерьер мен экстерьер дизайнның негізгі ұғымдары стиль мен бағыт. Интерьер пәтердің белгілі бір ретпен қалыптастырылған әрі сәндеп жабдықталған ішкі кеңістігі. Ғимаратты жобалаған кезде интерьер мен экстерьер ғимараттың сыртқы көрінісі бірге құрастырылады. Себебі ғимараттың іші мен сырты өзара үйлесімді болуы керек. Экстерьердің дизайн салған кезде көркемдігімен қатар қолдануға ыңғайлылығы ескеріледі. Сол арқылы эстетикалық тұрғыдан адамның өмір сүру жақсарту жағдайын көзделеді. Экстерьер ұғымына тек сәулет өнері ғана емес, ландшафт та жатады. Шатыр, терраса, аласа ландшафт, қабырғалар, тас төсем, жарық шамдар, көшеттер тағы элементтер интерьер мен экстерьерді бір-бірімен үйлестіреді. Балалар, мына суреттерді қарап шығыңдар. Экстерьер мен интерьерді сәйкестендіріңдер. Кестені толтырыңдар. Екінші жұмыс: сәулетшілер мен дизайнерлер ғимараттың іші сыртын қалай, ненің көмегімен үйлестіреді. Үшінші суреттерді қарап шығыңдар. Ғимараттың іші сыртының дизайнын салыстырыңдар. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.